Көп мүшелерді қосу бізге өрнекті ықшамда, яғни оңайырақ кішірек түрін тап дейді. 11х-тің 4 дәрежесі қосу 21х-тің кубы минус 43 қосу 60 минус 19х-тің кубы минус 7х-тің 4 дәрежесі. Сонымен бізге тек қана ұқсас мүшелерді, яғни х-тің ұқсас бірдей дәрежелері барларды жинастыру керек. Ең бірінші бізге неден бастау керек? Мына жақшалардан құтылу керек. Өйткені бізде міне бір үлкен өрнек тұр. Мынау үлкен өрнек, соған қосылып жатқан екінші өрнекті көріп тұрмыз, міне үлкен. Бұл жерде жақша осы өрнектер қай ретпен шығару керектігін өзгертпейді. Сол үшін осыны жақшасыз көшіріп жазайын. Сонымен бізде 11х-тің 4 дәрежесін жазайық. 11х-тің 4 дәрежесі қосу 21х-тің кубы минус 43 плюс 60 минус 19х. Егер мұнда минус болса, онда қарама-қарсы таңбалармен таратушы едік. Бірақ бұл минус емес, сонымен қалай тұр, солай жазамыз. Минус 7х-тің 4 дәрежесі. Енді мұндағы бірнеше мүшелерді көрейік. Олардың көбі әртүрлі дәрежедегі х-тар. Кәне, х-тің үлкен дәрежесі бар мүшелерден бастайық. Мысалға, х-тің 4 дәрежесі мына жерде бірінші тұр. Екіншісі мысалға х-тің 3 дәрежесі тұр, х-тің 4 дәрежесі. х-тің 4 дәрежелері барларды көшіріп жазайық. 11х-тің 4 дәрежесін көк сызықпен үстіп сыз қойық, сосын минус 7х-тің 4 дәрежесін сыз қойық. Сонда 11 бір бәле, минус 7 бір бәле неше болады? 4 бір бәле, яғни х-тің 4 дәрежесі. Енді келесі түспен келесі ұқсас мүшелерді теріп жазайық. Мысалға, плюс 21х-тің кубы, өйткені куб дәреже болып тұр. Енді минус 19х-тің кубы. 21 бірдеңкеден минус 19-ды бірдеңкені азайтсам, немесе 21 минус 19 болса, 2 бірдемеге тең болады. Естіп жаз қойық. 2 бірдеме деп, х-тің кубы. Енді келесі х бар заттар бітіп қалды. Мұнда тек қана жай сандар қалды. Минус 43 пен плюс 60. 6-шы сыныпта өткен оң сан мен теріс санды қалай қосу керек ережесін қарап жүру керек. Сонымен 60 минус 43 тең болады 17. Сонымен бізде 4х-тің 4 дәрежесі қосу 2х-тің кубы қосу 17 шықты. Ура! Сонымен өрнекті барынша ықшамдадық та біттік.